Sultanı Mırzatay Kövsar. Yine bugünkü Haberler Gazetesi'nin takırıbı Ultuk Spor Terbiye Negizir. Men осы takırıbda ultuk құндылықтарды дәріптеу үшін өлкеміздің басқа елдерге танымал болу үшін таңдадым. Біздің басты кейіпкеріміз 8 қырлы бір сырлы адамдар Махамбет Сәтбаев дәстүрлі садақ атудан 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының жеңімпазы. Болгария, Түркия, Қытай мемлекетіндегі дәстүрлі садақ атудан дүниежүзілік жарыстардың қатысушысы. Шәкірті Қазақстан және халықаралық түрлі жерлерде орындар алып қайтады. Темір әрлеуші, домбырашы, 6 баланың әкесі. Бірінші санаты спорт жаттықтырушы және спорт төрешісі. Қазақстан Республикалық журналистер одағының мүшесі. Номер 24-ші Мақажанов атындағы жалпы орта мектебінің ұстазы үздік педагог байқауының жеңімпазы. Махамбет Сәтбаев Тұрарбекұлының өмірлік ұстанымы не ексең соны орасың. Ал алға қойған мақсаты балаға кереметтей дүние қалдыру емес, дүниеге кереметтей бала қалдыру. Ұранымыз руын мықты болсын десен ұлына, ал ұлтын мықты болсын десен қызға еге болу. Арманы телефон сенсор сипалайтын ұрпақ қалдыру емес, сынға түскенде сақ сынбайтын рухты мықты патриот тәрбиелеп шығару. Бұл мына жерде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының төрешілері болған, республикалық жарыстары болған, Сайрам аудандық орталық балалар кітапханасындағы кезі, Стамбул Мұстафа ағамыздың басына барып, Құран бақышқа қайтқан кезі, Тұрарбек Аяна әлем чемпиондарының күміс жүлдегері болған. Болгария әлем чемпиондары. Сәтбаев Махамбет Тұрарбекұлы номер 1-ші Сайрам аудандағы садақ атушы. Газет шығаруының қатысып жалпы бөлісі, бірақ мен дәрменшіне көшірдіңіз, не? Қабылға жүрген, өзінің жазғы келген. Махамбет Сәтбаев ағаймен жазғы өзінің сұхбатта, соның келгенін. Я біз сұхбаттасың. Я сұхбаттасың. Бірақ өзінің қолының жазып, Сурет салғанлар жазды. Суреттерін де жазды. Бірақ өз қолының жазды. Бұл дүниені дайын көп мақалаға жазып, қазір журналға бізге апайына айтты, апайына бізге жазды. Ортаға кейіпкер шақсыз болады ма? Болады. Ұстаздар, көрушілер. Бүгін біздің шәкіртіміз сізді қорғайық, сізді ауданымыздың мақтанышта еді. Ұлттық спорт әрине бізге қанымызда тұрып сүйегіміз сенген спорт түрі. Менің басты мақсатым бабаларымыз осындай дарқандай даланы білектің күшімен, найзаның күшімен, осындай садақпен жау жүрек батырларымыз қорғап, осынша жерді бізге аманат тастап кеткен. Сол аманаттар қиянатқа қызмет еткен ұрпақпен, ұранмен қазіргі жастарымыздың ең басты мақсатым чемпион шығару емес, ең басты мақсатым осы қазір жаһандану дәуірінде телефон бар, телефоннан сәл болса ажырату мақсатында ұлттық спортты Сайрам ауданының дәстүрлі Сайрам садақ спорты президенті өзін осы құрған 2019 жылы. Осы қазір ұрпақтар тәрбиелеп, басты мақсатым осындай мықты, рухты, ерін қорғайтын патриот ұрпақтар тәрбиелеу мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Біздің кішкене қызымыз осы сізді қорғайық, сіздің тақырыбыңызды алайық, сіздің өміріңізді осындай іс-шара көрсетемін деген екен. Болатын баланың белі бол дейді біздің қазақ. Сондықтан әрине қолдау білдіріп, бұл жұмысты осындай сұранып, шәкірттерді өз оқушыларымен келдім. Аллаға шүкір. Шара болып жатқанда, шараны ұйымдастырып жатқанда, сіздерге осындай еңбектеніп балалардың осындай тақырыптарды қорғап жатқанда, бағана қанша балалардың көріп жатқан бәріне ризашылық білдіріп, өзім шын жүректен осындай біздің ұрпақтарымыз бар, ары еркектің ұлдарымыз барына өзім қуанып отырмын. облысқа өтетін
кеткен жағдайда осы қағазға кейін Білмеймін. видеоролик түсіріп сұхбаттасып жатқан